Бәріне сәлем достар, Айкошка каналына қош келдіңіздер. Менің атым Айкерім, және бүгінгі видеомда мен сендерге жалпы 2020 жылдағы макияждың трендтары жайында айтып беремін. Сондықтан бірге болыңыздар. Бірінші трендтан бастайтын болсақ, ол түссіз қас. Яғни, көптеген модельдер өздерінің қастарын мүлдем алып тастап жатыр, бірақ менің ойымша ол дұрыс емес. Себебі келесі жылдарда бар және қас тез өсе қоймайды. Сондықтан менің ойымша жай өмірде бұл трендті жай ғана қасты гельмен бояп, ешқандай түстің, ешқандай графикалық сондай тазарту, мына консилермен тазартудың қажет жоқ. Өздеріңіздің табиғи қастарыңызды жай ғана гельмен бояй салсаңыздар, сол жетіп тұр. Солай сіздер талға шыға берулеріңізге болады, себебі ол тренд. Яғни осы жылда қасқа қатты көңіл бөлудің қажеті жоқ. Керісінше қасты максималды түрде алып тастау керек макияждан. Екінші тренд ол көздеріміз, яғни көз бояулары. Көздің жалпы макияжына келетін болсақ, ол осында қатты ерекше макияж, яғни көзге қатты түсіп тұратын, сондай айғайлап тұратын макияж, немесе подводкамен сондай әдемі графикалық суреттер салып қою. Және түстерге келетін болсақ, түстер максималды түрде неонды түстер болу керек, яғни жасыл, сары, қызыл, сондай көк, неше түрлі сондай түстер болу керек. Мысалға, бұрын бізде тек қана қара, қоңыр, пастельді түстер болатын болса, 2020 жылы бізде максималды түрде әртүрлі түстер қолдану керек. Менің ойымша, осындай макияждың трендтерінің арқасында көп дизайнерлар әр адамның ерекшелігін көрсеткісі келеді деп ойлаймын. Себебі осы 2020 жылда, яғни мысалға, оның алдында барлығымыз бірдей пастельный түстерді қолдансақ, оның алдында барлығымыз бірдей қоңыр түсті қолдансақ, осы жылда әрқайсысы қыз өзінің қалаған түсін көзіне жағып, қалаған түсімен макияж жасай алады. Келесі кірпіктерге келетін болсақ, кірпіктер олар осы жылы кірпікті өсірудің қажеті жоқ, яғни лэшмейкерларға қиын болып келеді. Қазір осы жылда кірпік өсірмей, өздеріңіздің табиғи кірпіктеріңізді жақсылап отырып бояп, бірнеше қабат қылып тушпен бояп шықсаңыздар да, сонысы жетіп жатыр. Яғни сіздерде қысқа кірпік болсын, ұзын кірпік болсын, өзіңіздің табиғи кірпіктеріңіз болу керек. Сол өзіңіздің табиғи кірпіктеріңіз болса, сіз максималды түрде тренд боласыз. Егер мысалға қыздар өсірілген кірпіксіз жүре алмаймыз десе, онда осындай өтірік кірпіктерді тағуға болады, бірақ өтірік кірпіктердің қара түсін ғана емес, түрлі түстерін қолдануға кеңес береді. Себебі көптеген америкалық блогерларды қарап отырсақ, олар өздерінің кірпіктерін неше түрлі сондай әдемі қызыл, сары, көк түстерге бояп жатыр. Соған қарағанда ол да тренд болады. Енді мына румянаға келетін болсақ, румяна деген ол суық күлгін түс, немесе мына көздің еріннің макияжымен бірдей монохромны макияж дейді, сондай болу керек. Сондай бірдей түс болу керек, бірақ енді бұл мысалға мына көзімде менде қатты айғайлап тұрса, ол деген мына румянамда қатты айғайлап тұру қажет деген сөз емес. Яғни румянаға сай түс болып келу керек. Келесі ол еріндер. Еріндерде жалпы түстер ол қызыл түс және винный түс дейді. Терең қараңғы қызыл түстердің түстері болады еріндерде, және эффект зацелованных губ дейді. Қатты контурдың қажеті жоқ, жай ғана еріндеріңізді бояп, былай шашыраңқы түрде бояй салсаңыздар болады. Ол тренд болады. Келесі бетке келетін болсақ, беттің макияжында мен оны жаңа жылдан бері байқап жүрмін. Көптеген визажистар өздері тональный кремді мүлдем алып тастап жатыр. Бірақ тональный кремді мүлдем алып тастауға болмайды, себебі күн сәулесі біздің терімізді қартайтады. Сондықтан визажистар жай ғана кез келген ылғалдандырғыш кремдеріңізді жағып, үстінен пудрамен жаға салсаңыздар, сонысы жетеді деп айтып жатыр. Яғни 2020 жылда ешқандай фильтр, ешқандай тональный крем. Яғни 2020 жыл ол табиғи әдеміліктің жылы болып есептеледі. Бірақ әрине бұл тренд бетінде әртүрлі жаман заттары бар қыздарға ұнамауы мүмкін. Сондықтан қыздар өздеріңіздің беттеріңізді түзеңіздер, әдемі терілеріңізді түзеңіздер. Мен міне өзімнің инстаграм парақшамда қазір пилинг жасап жүрмін. Novage брендімен, Oriflame компаниясынан. Сол пилингтің арқасында мен мысалға қазір таңертең жүргенде мен мүлдем тональный кремсіз
тек қана ылғалдандырғыш креммен далаға шығып келе аламын. Және маған қазіргі кезі маған өте ұнайды. Сондықтан қыздар, барлықтарыңызды шақырамын бет күтіміне. Керек болса менің инстаграмыма жазылып, директқа хабарласуыңызға болады. Сонымен достар, бітті. Бүгінгі видеом осымен аяқталады. Сіздерге өте пайдалы информацияны айттым деп ойлаймын. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.